барлықтарыңызға қайырлы таң. Демек қоян сағат себебі 2. Ертең маған таңертең ерте тұру керек, сағат 7-де. Сабақ ертең менде. Барлықтарыңызға қайырлы таң. Қазір тез макияж мен укладкамды жасап, үйден шығамын. Так вот, бигудиді салып қойдым, енді оянамыз. Жаға егер жатырмын, көрдің, именно осы үсті крышкасы ақ цветі легкий слой болып жағылады, а егер де қара крышкасы алатын болсаңыз, ол уже более плотный тон. Мына фиксатор для бровей маған ұнап қалды, люкс визаждікі. Корректормен бетіңізді жағамыз. Қандай кистпен хайлайтерді жағамыз. Сіздерге бір история айтып берейін. Машина айдауды мен папам кішкентай жасымда үйретті. Ол кезде андай шоқала жолмен өтетін ауылда тұрған кезде. Содан кейін үйреніп кеттім, айдап. Енді андай жиі бермейтін, потому что мен права жоқ болды. Жолды білмейтін едім. Тағы бір қызық, Ақтау қаласына, енді қала ғой, үлкен қала, машина көп. Сол себепті Ақтау қаласы маған қатты айдатпайтын. Көп бермей жүрді негізінде. Потом өзім айдап кеттім. Содан кейін уже білу не екен, папа мама спокойно реагировать етті да. Бірақ өйтіп жасама деп айтты. Солай қалаға айдап кеттім, қызық историямен. Машина қызды. Дала дейтін ондай қатты салқын емес, нормально болып тұр. Қазір универге арамыз. Радио құттады күнмен. Ой, орталық. Біздің кабинет. Күнде оқитын. Нейк кабинет. Біреу сыйлағанын жасайсыңдар. 25 түрлі студент 25 түрлі бақытпен жасайды мысалы. Білесің алдыңдағы студентінің кім қалай дайындалған. Бірінші парымыз білесің. Бұл біздің буфет. Маңғыстау бойы бір қияң адыра қалған, саусағын қоңыр даланың зарына малған. Жырақта жатқан жұмаққа сағынып келсең, ужусандар шығатын жамырап алдан. Заманның зарына малған, бағзылар сөзі сарнасай жамырап алдан. Бесшоқы жақтан қараған құдайдың демі, Маңғыстау бойы тазартса адыра қалған. Енді ақын кенчек алып. Ақын бәрі жетіп түсті. Бүгіннің бәрі қырылды сол дейді. Жаңылсын дейтін. Бар. Диана. Принцесса Диана. Сөзбек Әсима. Сандуғаш. Ой, сені қаттан керемет. Ал енді сау айтарыз. Привет, Нұрайдың блогына привет. Бүгін негізі күн күшті болып тұр. Біреулер үшін ерекше күн, фотосессия ба? Удачи! Красный жүрек. Мынау біздің
асхана 0-ші этаждағы қыздар жаққа бірдеңе алуға кетті. Мен жақта өзім қыздар кетті. Әшияқтың асханасы 0-ші этаж. Универден шықтық. Біздің университет. Шикарно болды. Бомба болып тұр, бомба. Шепчет болып тұр кәдімгідей. Мен жаңа аққалаға соғып кеттім, торговый центр Ақтаудағы. Осындай не алдым, парфюм алдым, пока кішкентай миллилитрін Глинаның иісін көрейін деп. Мен андайда духи алам, бірақтан иісі уже уақыт өткеннен кейін либо мезгілге сәйкес келмей қалады, либо иісі андай жүректі айып кетеді да, уже басқаша алып шығып кетеді. Ал келдім компанияге. Деген іште кішкене поступление келген болған. Соны түсіріп кетуге келдім компанияге. Әлі жүрін түсіріп, аяқ киім түсіріп. Пока түсіріп боламысын, түсіріп болғаннан кейін үйге кетем. Келдім. Кесе алдым жаңа. Сөттім, кілттерім, таратқым, оны күтерім, как всегда. Так, мен шашым жалбырап отыр, сағат 5-тен қырық кетіп отыр. Қазір үйге шығып, үйдің қасында салонға жазып қойдым. Шашқа, укладке. Косметикамды да алып батырым бірге, чтобы бұл жақтан жарылы бояны салу үшін. Әдемі болып тұр. Ал біз болдық. Енді шығып үйге қарай жатырмыз.